Сәлеметсіңдер ме, білім алушылар? Мен қашықтықтан оқыту сабағын бастаймын. Мен Шығыс Қазақстан технология колледжінің математика пәнінің оқытушысы Байгулакова Айнұр Болатовна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы логарифмдік теңдеулер және оның жүйелері. Сабақтың мақсаты логарифмдік теңдеулерді шешу әдістерін білу және қолдану, логарифмдік теңдеулер жүйелерін шеше білу. Енді жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын өткен тақырыпқа шолып өтейік. Логарифмдік функциялардың қасиеттерін қайталап өтейік. Логарифмдік функцияның қасиеттері анықталу облысы ол оң сандар жиыны, яғни r 0-ден плюс шексіздікке дейін, ал мәндер жиыны барлық нақты сандар жиыны, яғни минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Жұп тақтылығы бұл функцияның жұп та емес, тақ та емес. Тағы басқа осылай кете береді. Экстремум нүктелері функцияның экстремумдары жоқ. Егер x тиісті, x 0 мен плюс шексіздіктің аралығында болғанда, функция егерде a үлкен 1-ден болған кезде функция өседі, 0 мен 1-дің аралығында болған кезде функция кемейді. Асимптотасы x тең 0-ге. Келесі логарифмнің қасиеттерін қайталап өтейік. Бірінші бұл негізі a болатын a саны 1-ге тең. A дегеніміз ол кез келген оң сан. Келесі қасиеті негізі a болатын бір санның логарифмі 0-ге тең. Үшінші, 2 немесе бірнеше оң сандардың көбейтіндісінің логарифмі көбейткіштердің логарифмдерінің қосындысына тең. Келесі қасиетіміз қатынастың немесе бөлшектің логарифмі алымының логарифмі мен бөлімінің логарифмінің айырымына тең. Келесі қасиетіміз дәреженің логарифмі дәреже көрсеткішін дәреже негізінің логарифміне көбейткенге тең. Енді соңғы қасиеті ол жаңа негізге көшу формуласы. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз бізде логарифмдік теңдеулер. Яғни айнымалысы логарифм белгісінің ішінде болатын теңдеуді логарифмдік теңдеулер деп айтамыз. Мысалы, негізі 2 болатын 9-дің x минус 1 дәрежесі қосылған 5-тің логарифмі тең болады 4 қосылған 2 негізді 3-тің x қосылған 1 дәрежесі қосылған 2-нің логарифміне тең. Мысалы, осындай түрде берілген теңдеулерді біз логарифмдік теңдеулер деп айтады екенбіз. Енді қарапайым логарифмдік теңдеудің түрлері. Негізі a болатын x санының логарифмі b-ға тең. Мұндағы a және b берілген сандар, ал x тәуелсіз шама. Егер a үлкен 0-ден және де a үлкен 1-ден болса, онда мұндай теңдеудің бір ғана түбірі болады. Енді осы логарифмдік теңдеулерді шешудің бірнеше тәсілдерін қарастырып өтейік. Соның біріншісі логарифмнің анықтамасын қолдану арқылы шығарылатын теңдеулер. Екіншісі потенциалдауды қолдану үшін логарифмдік теңдеуді түрдегі негізі a болатын fx-тің логарифмі тең болады, негізі a болатын gx-тің логарифмі түріне келтіру. Үшінші, жаңа айнымалы енгізу тәсілі. Төртінші, мүшелеп логарифмдеу тәсілі. Логарифмнің анықтамасын қолдану арқылы шығарылатын теңдеулер. Мысалы, негізі x болатын x-тің кубы алынған 5x қосылған оның логарифмі тең 3-ке. Бұл жерде біз логарифмнің анықтамасы бойынша шығарамыз. Анықтамасын қолданып шығарамыз. x-тің 3 дәрежесі алынған 5x қосылған 10 тең болады x-тің 3 дәрежесі. Осы теңдеуді шешеміз. Осыдан x-ті
табатын болсақ, x тең 2-ге болады. Енді тексеру барысында x-тің айнымалының мәні 2-ге тең болғанда, x-тардың орнына 2-ні қойып, өрнегімізді есептеп шығамыз. Бізде осы x тең 2 деген мәні теңдеуді қанағаттандырады. Сондықтан жауабы 2 болады. Келесі тәсілі. Потенциалдауды қолдану үшін логарифмдік теңдеуді негізі a болатын fx-тің логарифмі тең негізі a болатын gx-тің логарифміне тең түріне келтіру. Бізде мына жерде берілген мысалымыз логарифм белгісінің ішінде x қосылған 5 алынған, логарифм белгісінің ішінде x квадрат алынған 25 тең 0. Ең бірінші біз мүмкін болатын мәндер жиынын анықтап аламыз. Ол үшін біз x қосылған 5-ті үлкен 0-ден және де x квадрат алынған 25 үлкен 0-ден деп теңсіздіктер жүйесін құрап аламыз. Бұл жерден біз келесі x қосылған 5 үлкен 0-ден болады, және де келесі теңсіздігімізді екі жақшаға жіктеп аламыз. X алынған 5 және де көбейтілген x қосылған 5 үлкен 0-ден. Бұдан 5-тен плюс шексіздікке дейінгі деген аралық шығады. Арғарай потенциалдау әдісімен жаңағы логарифм таңбасының астындағы өрнектерді теңестіріп аламыз. Сонда x қосылған 5 тең болады x квадрат алынған 25. Осыдан біз x-тарды тауып аламыз дискриминант арқылы. Сонда x біріншіміз 6-ға тең, және де x екіншіміз -5-ке тең. Жаңағы аралықта бізде 6-мыз тиісті 5 пен плюс шексіздік аралығына, ал -5 деген мәніміз ол 5 пен плюс шексіздік аралығына тиісті емес. Сондықтан жауабы бізде 6 болады. Келесі, жаңа айнымалы енгізу тәсілі. Берілген теңдеуіміз негізі 2 болатын x-тің логарифмінің квадраты алынған, негізі 2 болатын x-тің логарифмі алынған 2 тең болады 0. Енді негізі 2 болатын x-тің логарифмін t әрпі арқылы өрнектеп аламыз. Сонда t квадрат алынған, t алынған 2 тең болады 0. Осыдан дискриминант арқылы біз t бірінші мен t екіншіні тауып аламыз. Сонда t біріншіміз 2-ге тең, t екіншіміз -1-ге тең болады. Енді арқарай жаңағы шыққан мәндерді t әрпінің орнына қойып, есептеп x-ті табамыз. Сонда 2 негізді x-тің логарифмі тең 2-ге, олай болса x-іміз 4-ге тең болады екен. Келесі 2 негізді x-тің логарифмі тең -1-ге, бұл жағдайда x-іміз 2-ден 1-ге тең. Сонда есебіміздің жауабы 4 және 2-ден 1 болады екен. Төртінші тәсілі, мүшелеп логарифмдеу тәсілі. X-тің 2 негізді x логарифм -2 дәрежесі тең болады 8. Бұл жерде x-тің 2 негізді x-тің логарифмінің дәрежесі көбейтілген x-тің -2 дәрежесі тең болады 8 деп x-тарды көбейту арқылы өрнектеп аламыз. Немесе x-тің 2 негізді x-тің логарифм дәрежесі тең болады 8x-тің квадраты болады. Шыққан теңдеудің негізін 2-ге тең етіп логарифмдейік. Сонда 2 негізді x-тің логарифмі көбейтілген 2 негізді x-тің логарифмі тең болады 2 негізді x8-дің логарифмі қосылған 2 негізді x квадраттың логарифміне. Ары қарай осы теңдеуді шешу үшін біз 2 негізді x-тің логарифмін t әрпі арқылы өрнектеп аламыз. Сонда t квадрат алынған 2t -3 тең болады 0. Бұл жерде де квадрат теңдеу болғандықтан дискриминант арқылы шешіп аламыз теңдеуімізді.
Сонда т біріншіміз 3-ке тең, т екіншіміз -1-ге тең болады екен. Ары қарай т-ның орнына мәндерін қоямыз. Сонда 2 негізді x-тің логарифмі тең болады 3. Бұл жерден x біріншіміз тең 8-ге болады. Келесісінде 2 негізді x-тің логарифмі тең -1-ге. X екіншіміз бұл жерде 2-ден 1-ге тең болады. Тексеру жұмыстарын жүргізейік. 2 негізді 8-дің логарифмі алынған 2 дәрежесі тең болады 8. Немесе 8-дің x минус 2 дәрежесі ол тең 8-ге. Сонда бізде келесі 2-ден 1-дің 2 негізді 2-ден 1-дің логарифмі дәрежесі тең 8-ге. Бұл жерде де бізде жауабын қанағаттандырады. Яғни есебіміздің жауабы 8 және 2-ден 1 болады екен. Енді біз келесі құрамында логарифмдік теңдеулері бар теңдеулер жүйесін логарифмдік теңдеулер жүйесі деп атаймыз. Мысалы, мынадай x қосылған y тең 34 және де 2 негізді x-тің логарифмі қосылған 2 негізді y-тің логарифмі тең болады 6 деген теңдеулер жүйесі түрінде берілген теңдеулерді жүйесін біз логарифмдік теңдеулер жүйесі деп айтамыз. Енді осы логарифмдік теңдеулер жүйесіне бір мысал қарастырайық. Мынандай жүйе беріліпті бізде. X-тің ондық логарифмі алынған y-тің ондық логарифмі тең болады 1. Келесі теңдеуіміз x-тің ондық логарифмінің квадраты қосылған y-тің ондық логарифмінің квадраты тең 5-ке. Бұл теңдеулер жүйесін шешу үшін біз жаңа айнымалы енгізіп аламыз. Ол үшін біз x-тің ондық логарифмі a-ға тең деп, және де y-тің ондық логарифмін b деп алмастырып аламыз. Сонда мынандай теңдеу шығады бізде. a минус b тең болады 1, және де a квадрат қосылған b квадрат тең болады 5 болады. Соңғы теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу арқылы біз a бірінші бізде 2-ге тең болады, b бірінші тең 1-ге болады, және де a екінші тең минус 1-ге, b екінші тең минус 2-ге деп аламыз. Ары қарай x-тің ондық логарифмі тең a, және де y-тің ондық логарифмі тең b алмастыруларына көшіп, жаңағы мәндерді орнына қойғанда, біз x және y айнымалыларының мәндерін табамыз. Сонда бізде x біріншіміз 100-ге тең болады, y біріншіміз 10-ға тең болады. X екіншіміз 0,1-ге, және де y екіншіміз 0,100-ден 1-ге тең болады. Енді осы бүгінгі өткен тақырып бойынша осы есептерді кері байланыс ретінде өздіктерімен шығаруға ұсынамын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, сабағымыз аяқталды.